Сәлем достар, бүгін сендерге көрсететінім ол бұл менің екінші сабағым. Юкозға қалай бейне жіберу. Ал мына менің сайтым, мысалы бізге керек осы жерге бейне жіберу керек, бір кино жіберіп көрейік қане. Добавить материал, сосын бейне сабақ. Мен бейне сабақ деп көрсетіп жатырмын. Мысал үшін алып көрсетемін сіздерге. Қазір маған керек ол мына видео, міне көресіздер. Бұл мен сіздерге сырын ашайын, бұл қалай жіберетінін. Мында көбінесе мында Юкоз сайтына намбадан видео кино жібере алмайсыздар. Өйткені мында ондай формат дейді ғой, форматты көтере алмайды. Мысалы Юкоз сайты, сондықтан да бұлай жіберуге болады. Осындай операдан кіре алмайсыздар, одан ала алмайсыздар. Тек қана мына сайт нені білесіз ғой да, білесіздер, Firefox деген не браузер. Осы Firefox деген браузерге кіресіздер. Сосын мен қазір бір видеоны дайындап қойыппын уже, міне киноны. Сосын мында намбадан алып аласыздар. Намбаның несін көтере алмайды ол. Намбадан Юкоз сайты нені көтере алмайды, форматын көтере алмайды дедік қой. Сосын мынаны басасыздар, осыны. Міне айналып атқанда, шетіне басқан кезде, ең бірінші бізге исходный код фрагмент деп жазып тұрады. Соны басқан кезде бізге уже ашыла қояды, міне көріп тұрғанымыздай код ашыла қояды бізге. Оны өзі не басады, бірден клавиштерді тақтадағы Ctrl мен С нелерін, батырмаларын басып көшіріп аламыз. Сосын оны мында алып келіп қоямыз. Мында мысалы бізге панель ввод код деп жазып тұрады. Соған басасыз және соған қоясыз. Не қойылды біздің неміз намбадағылар. Сосын мында бізге керек Garfield. Қазір сіздерге көрсетемін. Копировать етіп алайық. Мында қойайық жазуларын. Мысалы көрсетіп жатырмын сіздерге. Жапкер жоқ жазулар. Олар қиын көрсете алмаймын. Қазір тек қана фотосын көрсетейін сіздерге. Копировать изображение. Сосын мында вставить, мына қоямыз. Жазуларды табасақ. Жазуларды қоямыз. Көріп қойылды міне. Сосын добавить дегенді баса саламыз. Батырмасын басымыз. Сосын перейти на страницу материалы. Жаңа жібергеніміз менде кіреміз. Не өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір менде ашылады. Міне, ашылды. Жібергенім жаңағы. Міне жаңағы видео көріп тұрғанша жібердім мен. Ал бұлай басқаша мына жерден жіберсеңіз, жай ғана добавить материалды жіберсеңіз, ол ешқашан мұндан өткен нәтижені ала алмайсыз. Көріп тұрсыз, mesela надан көрсеттім емес, сіздерге жай Firefox несінен көрсеттім. Браузерінен көрсеттім, қазір нәтижені көрсетіп берейін, нәтижені алынбайды. Қазір өздеріңізге көрсетемін. Біз шетін басамыз, жаңа бастық. Шетін басамыз, көрдіңіз бе, ондай шықпайды. Мұнда сосын басап, менде басылмай тұр, шықпайды болғанса. Өздеріңіз көріп көресіздер. Ең оңайы ол мұны болып саналады. Осы браузер басқан кезде исходный код вделенный фрагмента деп шығады. Соны басқан кезде бір бет ашылып, өзінен ондай систем жаңағы неңіздің URL шығады. Соны копировать етіп қоя саласыз. Көп рахмет көргендеріңізге, тамашалағандарыңызға. Сау сәлематта болыңыздар және арнаға жазыңыздар, қазақша бейне сабақ арнасына. Сау болыңыздар.